Сәлеметсіңдер ме балалар? 2-ші сынып қазақ тілі сабағы. 61-ші сабақ өзіңді тексер, яғни қайталау сабағы. Бірінші тапсырма: тиісті тыныс белгілерін қойып, өлеңді көшіріп жаз. Баянқали Әлімжановтың «Бу мен су» өлеңі берілген. Бу шығама судан, су шығама будан. Кім айтады кәне, қайсы бұрын туған? Тиісті тыныс белгілерін қоюымыз керек. Бұл жерде балалар «Бу шығама судан, су шығама будан, қайсы бұрын туған?» Сұраулы сөйлеме, сондықтан сұрақ белгісін қоямыз. Тыныс белгілерін қойып, өлеңді көркем көшіріп жазып алыңдар. Екінші жаттығу: сөйлемдерді сөйлем түрлерінің атауымен сәйкестендір. Сөйлемнің түрлері: хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем, лепті сөйлем. Осы берілген сөйлемдерді сәйкестендіруіміз керек, балалар. Хабарлы сөйлем: бүгін жаңбыр жауды. Керіктің мойны ұзын. Ал сұраулы сөйлем: жапырақ неге сарғаяды? Түлкінің күшігін не дейді? Сұраулы болып тұр, сөйлемдер, сондықтан сұрақ белгісі қойылады. Ал лепті сөйлемдер: өркенің өссін қарағым, Алматы қандай әдемі қала. Лепті сөйлемнен кейін леп белгісі қойылады. Үшінші жаттығу: көп нүктенің орнына сын сипатты білдіретін сөздерді қойып, мәтінді көшіріп жаз. Көрікті Алатау аясындағы мемлекеттік қорықта түрлі хайуанаттар тіршілік етеді. Солардың бірі марал. Маралдың түсі қоңыр, дене бітімі сымбатты, мүйізі пайдалы. Маралдың мүйізінен әртүрлі дәрі-дәрмек жасалады. Марал пайдалы жануар. Балалар көп нүктенің орнына қоңыр, сымбатты, пайдалы сөздерін қойып, мәтінді көркем көшіріп алыңдар. Ал енді төмендегі тапсырмаларды орындаймыз. Қарамен жазылған сөйлемдегі сөздердің байланысын сызбамен көрсет дейді. Бұл жерде балалар қарамен жазылған сөйлем: марал пайдалы жануар. Марал қандай? Марал пайдалы. Қандай жануар? Пайдалы жануар. Осылай сөздердің байланысын сұрақ қою арқылы тауып, сызбамен көрсетеміз. Келесі сұрақ: мәтін түрлеріне сәйкес сызбаның көмегімен әр бөлікке сұрақ қой дейді. Мұнда сұрақтар берілген, біз соларды толықтыруымыз керек, балалар. Бірінші сұрақ: марал қайда тіршілік етеді? Екінші сұрақ: маралдың мүйізі қандай? Үшінші сұрақ: марал неліктен пайдалы жануар? Осылай өздеріңде басқа да сұрақтар қойып толықтырсаңдар болады, балалар. Төртінші жаттығу: мәтінді мұқият тыңда. Кемел тыным таппай есік алдында сырғанақ жасады. Оған шелекпен тасып су құйды. Ертеңінде тұра сала сырғанаққа қарай жүгірді. Міне қызық, көршінің балалары сырғанақта асыр салып ойнап жүр. Кемелдің іші күйіп кетті. Бәрің де кетіңдер, бұл менің сырғанағым, деп төмпешіктің қасына келіп бар даусымен айқай салды. Ойнап жүрген балалар состиып тұра қалған. Қанеке кетіңдер, деді ол тіпті қаһарланып. Сырғанағыңды аяйсың ба? Кеше айтсаң көмектесер едік, деді балалар жан-жақтан шуылдап. Кемел балалардың жалынғанына қарамай, оларды қуа бастады. Балалар үйді-үйлеріне тарап кетті. Кемел сырғанақ тебуге емін-еркін кірісті. Алғашында қызық сияқты еді, бірте-бірте жалыға бастады. Біраздан кейін жалғыз ойнауға мүлдем сауығы соқпады. Сөйтіп, үйіне көңілсіз оралды. Мәтіннің авторы Толымбек Әбдірайым. Ал енді балалар, төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: Кемелдің іс-әрекетіне қалай қарайсың? Кемел достарын сырғанақтан қуып, дұрыс жасамады, балалар. Мәтіннің мазмұны бойынша қандай ой дейдің? Ойынды жалғыз ойнағаннан достарыңмен ойнаған қызықты болады екен, Берілген жоспар мен тірек сөздерді пайдаланып, мәтіннің мазмұнын жаз дейді. Жоспар: Кемелдің сырғанағы, күтпеген оқиға, Кемелдің әрекеті, көңілсіз ойын. Ал тірек сөздер: Кемел сырғанақ жасау, көрші балалар, асыр салып ойнау, ашулану, жалыну, көңілсіз оралу. Осы жоспар бойынша мына тірек сөздерді пайдалана отырып, мәтіннің мазмұнын жазып көрейік.
Кемел есік алдына сырғанақ жасады. Ертеңінде қараса, басқа балалар асыр салып ойнап жүр екен. Ол оларға ашуланып, сырғанақтан қуа бастады. Балалар кеше айтсаң көмектесетіндерін айтты. Бірақ Кемел ашуға булығып, жалынғандарына қарамастан бәрін қуып жіберді. Біраз ойнады, содан кейін жалғыз ойнау қызықсыз бола бастады. Сонымен ол үйіне көңілсіз оралды. Балалар, сендер де осылай мәтіннің мазмұнын жазсаңдар болады. Ал балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.